Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қызылорда қаласы номер 11 мектеп-лицейінің география пәнінің мұғалімі Сәбенова Ақмарал Қыдырбекқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заманауи картографиялық әдістер. Сабақтың мақсаты тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеу әдістерін қолдану. Бүгінгі таңдағы картографияның алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі карта мен атластарды қолдана білуді үйрететін картографиялық әдістерді жетілдіру. Картамен жұмыс жасаудағы ең негізгі әдістердің бірі картометриялық әдістер. Бұл әдістің көмегімен карта бетінде ұзындық, аудан және көлем өлшемдерін есептеуге болады. Бұл өлшемдер арнаулы картографиялық құралдар көмегімен жүргізіледі. Картографиялық құралдар: курвиметр, палетка, транспортир және планиметр. Курвиметр латынның иілу деген сөзінен алынған, яғни карта, план және сызба бетіндегі ирек, иілген сызықтар бойымен қашықтықты анықтайтын құрал. Планиметр аудан өлшемін алу планиметр көмегімен жүргізіледі. Ол өзара жалғасқан екі тіректен тұрады. Оның біреуінің басы қозғалыссыз болса, екінші басынан қажетті нысанды айнала қозғалатын ине орнатылған. Нысанды толықтай айналып өткен кезде есептегіш құрал бетіне сан көрсеткіші жазылады. Палетка тең шаршыларға бөлінген мөлдір пластина. Карта бойынша аудан өлшемін алудың кең қолданылатын ең қарапайым жолы палетка әдісі. Заманауи картографиялық әдістер: электронды карталар, картографиялық анимациялар, географиялық ақпараттық жүйе. Электронды карта түрлі деңгейдегі бағдарламалар мен техникалық құралдар көмегімен қолданыстағы шартты белгілер жүйесін тиімді пайдалану және осы кезге дейін жинақталған ақпараттарды жетілдіру арқылы жасалатын сандық карта. Электронды карталардың қағаз нұсқадан басты айырмашылығы кез келген жергілікті жер туралы жинақталған ақпараттарды нақты уақыт жағдайында түрлі деңгейлік дәрежеде өңдеу, кейбір ақпараттарға жаңа өзгертулер енгізу, олар туралы анықтамалық мәліметтерді есептеулер жүргізу сияқты мүмкіндік береді. Картографиялық жүйедегі түрлі өзгерістерді түсінуге қажетті жағдай жасап отырған әдістің бірі картографиялық анимация. Ол белсенді қозғалмалы карта кадрлардың белгілі бір ретпен айналысқа түсіп, түрлі құбылыстардың ерекше қозғалыстарын сезіне алуға мүмкіндік береді. Түрлі көріністердің қозғалуын бейнелейтін технология мен әдіс тәсілдердің көптеген бағдарламалары құрастырылған. Түрлі көріністердің қозғалуын бейнелейтін технология мен әдіс тәсілдердің көптеген бағдарламалары құрастырылған. Бүгінгі таңда картографиялық анимацияның алуан түрлі варианттары мен комбинацияларын қамтамасыз ететін модульдер жиынтығынан құралған арнаулы компьютерлік бағдарламалар топтамасы жасалынған. Осы бағдарламалар арқылы экран бойымен карталарды қозғалту,
Карта кадрларды немесе үш өлшемді бейнелерді ауыстыру, карта беті мен оның мазмұнындағы жекелеген элементтерді қозғалту сияқты әрекеттерді жүзеге асыруға болады. Анимациялық көрсетілімдердің қалыпты Жоғарыда атап көрсетілген барлық озық технологиялар мен тенденцияларды тиімді пайдалану нәтижелері 21 ғасырда география мен картографияның біртұтас жүйеге кірігуіне мүмкіндік береді. Сондай-ақ кез келген өте үлкен ауқымдағы кеңістік ақпараттарды ең жаңа технология көмегімен жедел әрі шынайы өңдеуге барлық жағдай жасалады.